Қалайсыңдар достар? Енді 40 жылдықта әркім барын таратты. Майра деген ақтауский құрдасы күйеуімнің. Ол деген күшті подарок берістеді. Енді ол сақина, күміс сақина. Қолдан соққан күміс сақинаны әкеліп учительге, мұғалімге берді, қыздарға берді, келіншектерге берді, әйтеуір беріп өзінің несін таратты. Ол да жақсы ма? Жақсы. Мұғалімге подаркасы бар, бәріне берді. Екінші қырмызы деген құрдасы болды. Құрдасы қырмызы, қыздар жағын айтатын. Ол өзінің құрттары әкелді, ауылда тұрады ғой, енді құрттарын әкеліп берді әрбір дастарханға. Құрты бар, тарысы бар, өзінің өнімін әкелді. Қарашы, күшті да? Андай ойыншық сатып алып, дүкен аралап, ол китайский лақтырып бұзайтын емес. Әркім өзінің өнімдерін әкелді. Күшті қылып мынандай таратты, стол-столға бәріміз бөліп алдық. Желіне ма? Желіне жақсы. Приятно да? Қарашаш деген құрдасы бар Алматыда, бизнесмен. Ол өзінің барын мұғалімдерге, келіншектерге, қыздарға таратты. Ол да енді әдемі орамал, нұркөй жағасы бар орамал таратты. Сосын бәріне енді өзінің өнімші бір көрпеден берді. Құрдастарының бәріне 40 жылдық деген келіншектердің бәріне бір көрпесін берді. Сосын Орал Байсеңгер ақынды, әнші ақын Ақтөбенің күшті. Соны шақырды. Ол да приятно ма? Приятно. Бәріміз мәз болдық, биледік. Күшті. Әркім сол сияқты әрбір кездесуде, әрбір тойда әркім барын әкелсе қандай күшті болады да? Күшті болды. Мен енді айтпағандарым да бар шығар, енді ұмытып қалып отырмын енді. Кімнің тағы не әкелгендерін. Сіздерге пайдалы болайын деп айтып отырмын мен. Пайдалы болайын, бірдеме істесе сондайларды апарсын деген ниетпен айтып отырмын. Маған тіркеліп лайк басыңыздар.